Квазимемлекеттік сектор қызметкерлері мемлекеттік тілді жетік біле ме? Бұның жауабы тіл тағылым интеллектуалды сайысы барысында анықталды. Қатысушылар байқау шартына сай ұлттық салт дәстүр әдет ғұрыптан бастап қазақ тілі әдеби тарих туралы сан түрлі танымдық сұраққа жаңылмай жауап беруі тиіс болды. Қарсылас командалар арасынан озық шығу үшін тапқырлық та талап етілді. Тартысқа толы сайысты біздің тілшілеріміз де тамашалады. Бұл күні ұлттық компаниялар мен мемлекеттік кәсіпорындар қызметкерлері жұмыс уақытының соңында әдеттегідей үйге қайтпай интеллектуалды додаға жиналды. Әрқайсысы мемлекеттік тіл білімінің деңгейін дәлелдеу үшін сайысқа тыңғылықты дайындалған. Команда болып ұйысып, қолдаушыларын да ерте келген. Қазақстан тарихына, қазақ тіліне, әдебиет, мақал-мәтелдерге, қазіргі әлеуметте болып жатқан өзекті мәселелерге бір шолып өттік. Осындай дайындық бар бізде. Тәуелсіздік біздің мемлекеттік тілден басталады. 8 команда 5 тур бойы мемлекеттік тілді жоғары дәрежеде меңгергенін дәлелдеу үшін алдына жан салмады. Қатысушылар арасында ұтқырлығы мен таным деңгейінің биіктігімен көзге түскендер аз болмады. Бәйтерек холдингінің қызметкерлерінен құралған құрама команда қатысып жатыр. Одан бөлек біздің еншілес ұйымдарымыздың да команда жүрген топтары қатысып жатыр. Ол өзі бізде 7 еншілес ұйым бар. Апта сайын тіл курстары ұйымдастырылады. Ол әрине қызметкерлерге арналған тегін курстар. Шара негізгі мақсаты осы мемлекеттік тілдің деңгейін арттыру, іс-қағазда жүргізу аясында мемлекеттік тілдің деңгейін кеңейту жыл сайын ұйымдастырылып отырады. Ақтық мәреде отбасы банк командасы топ жарды. Ұйымдастырушылар осындай интеллектуалды сайыс арқылы әрбір қызметкер мемлекеттік тілдің қолданыс аясын кеңейтуге үлес қосатынын алға тартты. Сондай-ақ мамандардың зияткерлік ой өрісі шыңдала түседі. Рухани Асқар, Ержан Рахманбердиев, 24 KZ.